Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін супермаркеттегі гранула дайындаймыз. Алдымызда Рамазан айы, сәресіне дайындап қойсаңыздар, өте күшті болады. Ең алдымен майды ерітіп аламыз. Мен бұл видеода 2 порция жасадым, бірақ описаниеге, осы видеоның астында описаниеге мен 1 порцияның рецебін жазып кетемін сіздерге. Осылай майды ерітіп аламыз. Енді осының үстіне мед саламыз, балды саламыз. Барлығы табиғи болғаны дұрыс. Майдың да 82%-ын қолданыңыздар, тазасын, содан кейін медтің да жақсысын қолданыңыздар. Сонда дәмі жақсы күшті болады грануланың. Осылай араластырып, екеуін біріктіріп аламыз кішкене. Міне магазинде сатылатын Геркулес, жаңа ұзақ пісіретін түрі. Өлшеп алдым мен заранее. Осының үстіне кунжут салдым, семена салдым. Бұлар міндетті емес, бірақ мен енді балдарға жегізу үшін, пайдалы болу үшін соны қостым. Мед пен сары майды құйдым. Енді осыны жақсылап, барлығы толық араласқанша араластырамыз. Енді 2 противень болады, 2 порция болғаннан кейін осылай жақсылап барлық және пергамент төсеп аламыз. Енді теңдей 2-ке бөліп саламын. Содан кейін барлық шетіне толық жайылатындай етіп жайып шығамын. Пешті алдын ала қыздырамыз. 180 градусқа қызып тұрған пеште осыны саламыз. Содан кейін негізінде бір ғана противень салсаңыздар 5 минут сайын осылай шығарып араластырған дұрыс. Өйткені шеттері ең бірінші қызарып кетеді, ортасы ақ болып тұрады. Сондықтан осылай араластырып равномерно пісуіне көмектесеміз. Енді менде 2 слой болғаннан кейін мен 10 минуттан араластырдым. Примерно 30-35-40 минуттай пісірдім мен жалпы уақыт. Бірақ әркімнің пеші әртүрлі, уақытысына қарайсыздар. Главное, әдемі түрі золотисты болғанша пісіреміз. Менде режим конвекцияны қолдандым 2 слойды салғаннан кейін. Екіншісінде осылай шығып араластырдым. Әр 10 минут сайын осылай қайталадым. Міне осылай қып-қызыл болып әдемі болып пісті. Енді осыны басқа бір ыдысқа ауыстырдым, тезірек суысын деп. Осылай пештен шыққан кезде бұл влажный болады, андай жұмсақ влажный болып тұрады, бірақ толық суылғаннан кейін бұл хрустящий болып қатады. Дәндерді любой сухофрукты қолданасыздар. Мен семена тыквы мен кешьюді майдалап қостым. Алдын ала жуып, оларды кептіріп алған болатынмын. Пеште құрғатып. Қатты болып қалады, суылғаннан кейін бір-біріне осылай қолымызбен шашыратып ажыратамыз. Содан кейін осының үстіне қалаған сухофруктыларды қоса береміз. Енді тағы да жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Сонымен біздің грануламыз дайын. Банкаларға салып, бөлме температурасында бетін жауып қойып, шетінен қолдана бересіздер. Өте таңғы асқа айранмен ішкен өте күшті болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу өте оңай әрі дәмді ас болсын.